Сәлем достар, жалпы Алматы қаласына түсіріп отқан алғашқы видеомыз. Жалпы бүгінгі видеоның тақырыбы сплит туралы, және алдағы уақытта да осындай құнды ақпараттар берілетін болады, және бүгінгі ақпарат сізге өте пайдалы болады деген ойдамын. Бүгінгі тақырып сплит. Сплит деген не? Яғни сізде мысалға әлемдік үлкен компаниялардың Google, Amazon, Tesla сияқты компаниялардың бір акциясы болатын болса, сплиттен кейін сізде сол бір акцияңыз 20 штукке бөлініп 20 акция болып кетеді. Яғни мысалға оны құны $3000 деп айтайық. $3000 болатын болса 20-ға бөлеміз, яғни сіздің бір акцияңыздың құны $150 дейін түсіп қалады. Но сізде не бар? Сізде 20 штук акция бар. Зато енді қараңыз, бізде $3000 акция 20-ға бөлініп $150 түсетін болса, не істейді? Әлемдік компаниялардың акцияларына қымбат акциялар болған, бұрын қымбат болған акциялар қолжетімді болады. Қолжетімді болғанның арқасында не болады? Бізде инвесторлар көбейеді. Инвесторлар көбеюдің арқасында акцияның бағасы қайтадан өз орнына келуге өте үлкен мүмкіншілігі бар. Яғни мысалға сізде $3000 бір Google компаниясының акциясы бар, және сплиттен кейін сізде 20 штук акция пайда болды Google'дың. Енді сол Google'дың акциясы $150-дан қайтадан $3000-ға көтерілетін болса, ойлаңыз, $3000-ды қайтадан 20-ға көбейтсеңіз, қаншама пайдаға сіз кенелуге мүмкіншілігіңіз бар деп айтуға болады. Әрине, бізде сплитқа көбінесе трейдерлер аса қатты мән бере бермейді. Бізде жалпы екі таңдау бар: трейдер болу және инвестор болу. Әрине, екеуін де алып жүруге болады, но бізде бастапқыда трейдерлер өзінің оборотын көбейтіп алу үшін не істейді? Ақшасын оборотқа салып, айналдырып, алып сатып, торговлямен айналысады. Ал инвесторлар тек алып қояды да, осылай сплит болсын, басқа болсын, ұзақ уақытқа салып, өзінің ақшасын күрделі пайыздар арқылы көбейте алады. Жалпы бүгінгі бергім келген ақпарат осындай. Сплит дегеніміз не? Және де алдағы уақытта да өте үлкен ақпараттар берілетін болады YouTube арнамызда және Instagram парақшамызда. Көптеген ақпараттар күнделікті историяда және публикация ленталарда Instagram парақшасында күнделікті беріліп отыратын болады. Сол себепті менің Instagram парақшама жазылып өтіңіздер. Ол жерде сіздерге сыйлықтар, пайдалы ақпараттар және де алдағы уақытта болатын үлкен жобалармен күнделікті таныстырып отыратын боламын.